Сәлеметсіздер ме? Мен каналыма қош келдіңдер. Осы каналда мен сіздерге қазақ тілінде зейнетақы жүйесі туралы, зейнетақы бойынша ақпараттармен бөлісіп отырамын. Менің каналыма тіркеліп қойыңыздар. Осы видеода мен сіздерге Қазақстандағы зейнетақының 3 түрі туралы айтып беремін. Оның шарттары мен талаптары туралы айта кетейік. Қазақстанда зейнетақының 3 түрі бар. Ынтымақты зейнетақы, базалық зейнетақы және НПФ-тан берілетін төлемдер болып 3-ке бөлінеді. Ынтымақты зейнетақы дегеніміз 1998 жылдан 1 қаңтарына дейінгі еңбек өтілі, оқыған оқу жылдар, әскери қызмет ер кісілер үшін, туылған балдардың жылдары әйел кісілер үшін осы көрсеткіштердің 36 айлық табысқа көбейтіндісіне тең болатын зейнетақы түрі. Бұны солидарный пенсия деп аталады, немесе пенсия по возрасту, жасы бойынша пенсия деп аталады. Бұл госбюджеттен беріледі және өмірінің соңына шейін төленетін зейнетақы болып табылады. Келесі зейнетақының түрі базалық зейнетақы деп аталады. Базалық зейнетақы ол сіздің 1998 жылдың 1 қаңтарынан кейін НПФ-қа аударылған төлемдер бойынша айлармен есептелінетін зейнетақы түрі болып табылады. Осы айлардың барлығы қосылып 12-ге бөлініп толық жылдар шығуы шарт, және осы бойынша сіздің қазақстандық, яғни базалық зейнетақыңыз есептелінеді. Сонымен қатар әйелдер үшін осы аударымдар болмаған жағдайда балдардың туылған жылдары да стаж беретін ескеру қажет. Үшіншісі, ол НПФ-тан берілетін төлемдер, яғни пенсия из НПФ. Бұны алу үшін сіз 1 жылдық минималды зейнетақы суммасынан асуыңыз қажет. 2022 жылдық минималды зейнетақының суммасы 48.032 теңге, соны 12-ге көбейтесіз. Сол суммадан асқан жағдайда сіз НПФ-тан берілетін төлемдер аласыз. Егер де бұл суммадан төмен болған жағдайда сіз зейнетке шыққаннан кейін бірден қолыңызға беріледі. Ал егер одан көп болған жағдайда ол сумманы біткенге дейін бөліп төленетін зейнетақы болып табылады. 3 зейнетақы түрі ол ынтымақты, базалық және НПФ-тан берілетін зейнетақы болып бөлінеді. Ынтымақты зейнетақы мен базалық зейнетақы мемлекеттік бюджеттен төленеді және өмірін соңына шейін төленетін зейнетақы түрлері болып табылады. Және ынтымақты зейнетақы басты мөлшерді алады, одан кейінгі базалық зейнетақы, одан кейін НПФ-тағы берілетін төлемдер болып табылады. НПФ-тан берілетін төлем сіздің НПФ-тағы жинақталған суммаңыз біткенге дейін төленетін зейнетақы түрі болып табылады. Назарларыңызға рахмет. Консультация бойынша хабарласыңыздар. Сау болыңыздар.